дейін Нұрсұлтан Жақсыгеннен сұхбат алдым. Ол хаттың авторы мен емес, өзге біреулер дейді. Енді сізге жазылды ғой, сіз өзіңіз айтыңызшы, қалай ойлайсыз, сол ма әлде өзге біреулер ма? Ол жазған хаттың барлығы Нұрсұлтан өзі жазды. Себебі Лева аккаунт ашқанның өзінде ол Threads, TikTok, Telegram, Instagram, WhatsApp барлығынан біреу ашып жазады деп ойламаймын. Барлық жазған өзі, барлық неден, әлеуметтік желіден. Фариза, экс-күйеуіңіз, сіздің екі балаңыздың әкесі. Енді ажырасқаннан кейін не себепті дәл осындай мазмұнда сізге хаттар жазады? Арада өкпе, кек, реніш бар ма? Негізі ешқандай реніш жоқ. Өзім білмеймін, түсінбеймін, не үшін олай жазатынын. Жалпы сіз осы жазған хаттардан кейін сотқа арыздандыңыз, иә? Қазір сот болып жатыр. Сіз үшін әділ үкім қандай? Қатаң жазасын алған қалаймын. Ол бас бостандығынан айыру ма, шектеу ме, әлде бас айыппұл ма? бостандығынан айыру. Мұхаммед мырза, осы істі алып жүргеніңізге көптен көп алғыс. Әлеуметтік желіден көргеннен кейін Фариза Алмасқызына хабарласып істі алған екенсіз. Жалпы процесс қалай өтуде? Үлкен рахмет. Процесс жан жақты дұрыс өтіп жатыр, заңды түрде. Себебі мынау қазір тергеу барысына келетін болсақ та, ол да жан жақты өткен болатын. Тергеу барысында бұған сараптама тағайындалды. Сараптаманың құжаттары бәрі бар сотта. Сот дұрыс, әділ шешім шығарады деп ойлаймын. Қаулы шығып, осындай жаңағы азаматтар тәртіпке, заңға бағынбаса, бізде заң бар, тәртіпке, заңға бағындыратын. Сонымен қатаң жаза алу керек бұл, осы бап бойынша тағылған. Енді оған баға, тиісті баға сот береді. Ал біздің елімізде қаншама қарындастарымыз осындай зардап шегуде, ешкім ойламасын, бұл қарындастарының арқасында адамы жоқ. Біз бармыз, Аллаға шүкір, әрқашанда келеміз, қолымызды созамыз, қамқоршылық етеміз, көмектесеміз. Ешқандай қарындастарымыз осындай жағдайда болмау керек. Сізге қояр сұрағым, егер Нұрсұлтан Жақсыгенді сот кінәлі деп тапса, жаза қандай болмақ? Жаза енді бұл жерде альтернативтік жазалар бар, штраф бар, жаңағы условный наказаниялар бар. Бірақ та 3 жылға дейін бас бостандығынан да айырылу мүмкін бұл кісі. Бұдан енді сот сұраған, кінәңізді мойындайсыз ба деп, кінәмді мойындамаймын деп айтқан. Енді бізде осы желіде қаншама видеолар бар, өзі түсірген, жаман ауыр сөздер айтқан, жаңағы оны жоққа шығарамаймыз, оның бәрі бар. Сараптамада жүргізіліп тиісті баға берген, оның бәріне сот оқып шыққан болатын сотта. Сондықтан әділ шешім болады деп ойлаймын. Бүгінгі таңда біз талап арызды дайындадық, 20 миллион. Оны да ұсынамыз бүгін сотта. Сондықтан қатаң жаза сұраймыз. Себебі мен өзім адвокат ретінде алдынан өтетін болатын, сол кісінің қой ондай жасама деп. Бірақ бұл жаңағы мән бермеді осындай нәрселерге. Сол үшін енді соттың үкімі әділ